Үш аю қазақ ертегісі. Ертеде бір кішкентай қыз болыпты. Бір күні ол орманға серуендеп кетеді. Жүріп келе жатып орманнан адасып қалады. Орманның ішін кезіп жүріп бір әдемі үйшікке көзі түседі. Ол есікті ақырын ашып ішке кіреді. Үйдің ішінде 3 кереует, 3 орындық және 3 үстел бар екен. Үстелдің үстінде 3 ботқа тұр екен. Біреуі үлкен, біреуі орта, біреуі кішкентай. Қыз ең әуелі үлкен табақтағы ботқадан дәм татады. Бұл тым ыстық екен дейді. Табақтағы ботқадан дәм татады. Бұл тым суық екен дейді. Ал кішкентай табақтағы ботқаны татып көріп еді, барлығын жеп қойды. Одан кейін ол орындықтарға отыра бастайды. Ортаншы отырғыш ыңғайсыз, үлкен отырғыш биік еді, ал кішкентай отырғышқа отырып еді, ол жақсы екен. Одан кейін қыз кереуеттерді көріп, кереуетке жатқысы келеді. Үлкен кереуетке жатып еді, ол тым қатты екен. Ортаншы кереуетті ұстап көріп еді, ол тым жұмсақ болды. Кішкентай кереует жайлы болып, соның үстіне ұйықтап қалады. Бір кезде үйдің иелері аюлар келеді. Әке аю, менің ботқамды кім татып көрген? Ана аю, менің ботқамды біреу ішкен сияқты, ал бала аю, менің ботқамның барлығын тауысып қойыпты деп ашуланады. Одан кейін олар орындықтардың қозғалғанын да байқайды. Аюлар жатын бөлмесіне барады. Сол кезде қыз оянып кетіп, терезеден қашып орманға қарай жүгіре жөнеледі. Қыз үйіне қайтып барады. Содан кейін қыз ешқашан біреудің үйіне рұқсатсыз кірмейтін болыпты.